Sonuç yazamız. Ol F teң U bölünген I teң L gamma S rho L S. 2'de 8. 2'de 8. Жаңағы F-ді дәлірек жазатын болсақ, былай дәлірек жазатын болсақ, ол немене вольт бөлінген ампер, ол тең вольт бөлінген А, ол тең Ом. Дәлірек жазатын болсақ. Еще минут қалды? Ой, тамаша балдар. Үлгердім. Үлгер алмайын ба деп сасып едім. Последний жазыңыздар. Тест. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Бұл жаңағы әдебиет, сол жаңағы әдебиет 26 беттеңіздер. Сол жаңағы әдебиет 26 бет. Сол бойынша былай дейді. Ро 2 тең ро 1, ро 1. 1 плюс альфа Т2 алынған Т1 2'de 9 формула. 2'de 9. Немесе осыны былай жасады. Ро равно ро нулевое. Единица плюс альфа дельта Т. Вот 2'de 10. Енді мынау ро жаңа не деді? Удельный сопротивление. Меншікті кедергі. Меншікті кедергі температура өскенде қайтеді? Өседі. И вот. Но тихо. Мына жерде қызық бар. Бұл өседі проводниктерге. Проводник дегеніміз не? Сым, алюминий, медь, тағы серебро андай мұндай. Енді мынаны қызықтырыңыздар. Полупроводник деген бар. Ол туралы мен сіздерге айтамын. Оны кейін оған жеткеніміз жоқ. Чистый металлдар проводниктер, полупроводник, сосын диэлектрик. Вот полупроводникте керісінше мына жерде мынау өседі ғой, ана жерде керісінше минус. Значит, қайтеді деген сөз, кемейді деген сөз. Мінекей құрметті ақпараттық жүйелер фит факультетінің студенттері, бүгінгі лекциямыз осымен аяқталды. Ағайға оқайық, сұрақ болды, давай, похлопайте.